Үздік педагог 2014 дәстүрлі байқауы қорытындыланды. Іс-шараға 17 ауданның мұғалімдері, балалар үйінің тәлімгерлері мен мектеп-интернаттың ұстаздары қатысты. Білім додасы 3 кезең бойынша өткізілді. Ұстаздар байқауы Көкшетау қаласындағы нөмір 17-ші орта мектебінде 3 күн бойы өтті. Сайысқа 21 оқытушы қатысты. Байқау 3 этаптан тұрды. Бірінші этап бұл бірінші күні өзін-өзі таныстыру ұстаздардың, екінші күн бұл мастер-класс көрсету, яғни 20 минуттық уақытта сынып, басқа бүтін сыныпта өзінің жаңағы біліктілігін, білімділігін, технологиясын, қолданатын технологиясын көрсете білу. Үшінші күні жаңағы шығармашылық лаборатория дейді. Байқаудың қорытындысы бойынша жүлделі бірінші орын Степногорск қаласы атынан сынға түскен Елена Семеноваға, екінші орын Атбасарлық Гүлнар Тоқтароваға, ал үшінші орын Зеренді ауданының білікті маманы Бақытнұр Шарыпханға бұйырды. Ал осы сынның гран-при иегері Бурабай ауданының Зеленый Бор мектеп гимназиясы орыс тілі және әдебиеті пәнінің ұстазы Ирина Прохорова болып танылды. 16 жыл педагогикалық өтілі бар, ол байқауда өзіндік методикалық әдісімен ерекшеленді. Подготовка действительно колоссальная и очень сложная, поэтому сейчас немного и устала. Сайысқа деген дайындық өте маңызды болды. Қазір сәл қобалжып тұрмын. Байқау барлық білім мен күш-жігерді талап етті. Менің жұмысым мен оқушыларының жетістіктері бағаланды деп ойлаймын. Байқауға қатысқан барлық ұстаздарға облыстық білім басқармасы атынан алғыс хаттар табыс етілді. Гүлмира Ахметова, Роза Мантаева, Сауырбек Құлатайұлы, Көкшетау.